Ал енді біз енді тағы да лотереялық ойын сертификаттан бастаймыз ба? Арнайы қазіргі жеңімпаз Шифа массаж орталығына лечебный массаж дейді жаңағы. Соның жеңіскері кім болады екен? Так енді өзіңіз біреуін таңдап беріңіз, рұқсат болса. Шифа массажына жеңімпаз бізде номер 49. 49. Бар ма? Номер 49 егесі ортамыздан табылса. Асыге, беріп шықпайсыз ба? Асыге
егер мынау кешкісін жұмыстан кейін барып массаж істесе бір ләззат алып қайтсаңыз болады. Рахмет, Асеке. Жақсы. Асеке келме. Бір билет алып кеттіңіз еді. Ойын шарты бойынша сіздің билетіңіз қазір мен қайтып салып айфонды табай аламын деп тұрмын ғой. Мейлі, хорошо. Асеке, таңдаңыз бұйырған. Ал енді Асқардың қолына түскені номер 109 дейді. 109. Дуылын қошемет, жеңімпаз! Көрші білейік. 109 номермен мынау сізге ерекенің тойынан не мынау? 2 в одном, чайник, термостат, тефаль, 3 в одном. Бұл қазір ойының соңында ойнатылатын айфонымыз. Бұны соңында ойнатайық, әйтпесе бәріңіз қайтып кетуі мүмкін, сол үшін соңында. Қыздардың арманы ортамызда Dyson. Бір жігіттері тоса келді. Әйеліме нұр сұққан кезде беретін ше. Жеңге келді енді. Қыздың заты қыз алсын, қарамай тұрсын, көзін жұмып тұра ішкен екен. Ойбай. Көзіңіз қап-қара түнек пе? Бұл ерке болғаны сенсіз өткен күндері деп көп кеткенсіз ба? Так, номер 172. 178. Ортамызда белгілі кәсіпкер. Ұста. Факты бұл екен дейді. Мөлдір сені тама деп едім ше. Қайттан шықпап білмеймін енді. Азербайжан көшесінің тұрғыны, менің көрші. Айфондап қойсын. Ал енді ортамызда тойдың сәні би жарысы болсын. Енді халал той деп ешкім естемесін. Би жарысы ол спорт деп біліңіздер. Давай бейдейік. Достардан бір жұп, ағайындардан бір жұп, нағашылардан бір жұп, Ақнұрдың төркіндерінен бір жұп, аманат қорынан бір жұп. Көршілер, давай, көршілер. Мен өзім ең жақсы көршім бар. Би десе өлтірек биді. Оның билейтін Азамат деген көршім бар. Қайрат билеп қартымайды шығар сөзін азамын. Şimdi шығармайтыннан шығарасың, давай. Азеке. Бізден кім бар? Қай кісі? Нақсыман кесінші? Әрбір столдан бір жұптан шығайық ондай. Бәрекелді. Шашын түйіп келген. Жақсы, әдемі. Танцевать на казахском. Достар. Сәке, бұлай жасайшы. Ерекеге шақырып алайық. Жігіттер шақырай, жұмын өртап шықсын. Қазір шықып ой енді қазір ұялып отырса. Ереке, сойқан бір би жігітке бір биге икемі бар жасайсыз бұл. Ау, Ардақ деген досы бар ма? Ардақ, Ара шақырайшы, Ара қалды билет дейді ғой. Аманат қорынан көкбай. Бәрекелді. Құдашы билет алсын? Қашпаймыз. Луговой жігіттер қашпайды десек. Әрине, қалжым. Тағы да кім бар? Ереке атай беріңізші, жұмын тауып аламыз. Асыл затыбай. Давай, айтышы. Бәрі шығарып алайық. Ялып тұрсын, давай. Болады ма? Так, давай. Құдашылардан бар ма? Макс, братан, сіз қандай той өте? Емжан бақпай, Емжан. Құдашы давай. Тиктокер шақырсын. Машалла, мана. Стоп. Просто әдет Достар, сен- Мощный, екеуі аппақ киініп алыпсыңдар, ақтал құдай жақын. Макс аға, кесейші. Екі. Ана камера бар ма? Дегенсіз бе? Болды, алты жұп қылайық. Максқа бір, Макс братанға бір қыз тауып алайықшы. Аңдұжеге, кім бар? Аңдұжеге. Алты бей қоямыз. Топтан аттарын қойып алайық. Қазір атап шақыратын боламыз. Топтың аты. Белый. Братан, старт завод аманаттың атынан белый. Аппақ киіп келген. Алат өзін тауып. Да, черный белый деп орамыз. Қандай? Бөлмеме келесі. Топақтар. Ойнамай тұрдым. Қандай? Ойбай. Раушангүл. Безумный Макс. Безумный Макс. Безумный Макс, дорога ярости.
сосед. Сосед. Кет. Соседтен бастайық. Жангелдин көшесінің тұрғындары. Сосед, мобильный камера Асықпай. Сәке, тағы да бір ескерте кетейінші. Міне, көршілер қауымы, басқа топтар. Мынандай болмайды. Өзі, ондай болмайды. Биге шықтың ба, жандыру керек, сән қылу керек. Азыки сәл ортаға барыңыздар. Келесі кезекте чорноларды айтып тұрсын. Біз бастаймыз Жангелдин көшесі. Әулеттің үлкендері биін жаттап алып деді, малдар десе. Қош жібер, продолжай, жібере бер. Ағдай, кеттік. Көкпарға шыққан аттарды қыздырады ғой, сол қыздырып алып келесі ойыннан ұқтап шығарамыз. Сәл бір мала жүрген Макс бартан ұсташ. Макс! Света музыка! Жібер, опа! Заманауи би! Енді ашшы дедім болса, не істеп жатсың айналайын. Келесі, иранский жібер, опа!
Шәуілдер болмайды бадар бұл кісі. Жаңа үлкен кісілер биім сәйкес. Ендігісі мен жүргізейін, рұқсат болса. Біздің қазір ұлттық би ламбада білесіздер, бұл спорт түрінде қабылдаймыз. Максаға соңынан билейсіз, айзат сіз бастаңыз. Люди в черном, ламбада. Давайте, бөлем үшін бөлем, ламбада бейін жатасыз. Ортамызда Жангелдина! Ортамызда Көкбай Пәділчан және біздің кішкентай ғана қызымыз қарындасымыз отыр. Рабочий, не рабочий? Сақал, данный момент не рабочий. Макс братан, бүкіл үміт сізде. Ортамызда жігітіміз даны Макс пен Зере. Асқазан ауырып тұр ма бір нәрсе, я вот меньше народа, больше кислорода. Ойынға тема сойқандар қалып жатыр, жалпы қалай билеп жатыр, мына ойынға атсалып жатқан жандарға бір қош
Первый шанс. Очень серьезный пацан. Черный объект. Давай, черный! Кызылгазы, Литвинка! Тоққа соққан сияқты. Ереген мынандай бөлек бар екен ғой, масқара ғой. Ал, өз өздеріңізге бекем болыңыздар, ортада мақсат билейді. Макс, шынымен безумный екенсіздер. Құдай бет аулақ өзімен кетсін. Янский көрдің ғой? Анау, сенен де өткен қолдар бар бұл жерде? Жіберген Янский! Опа, маэстро музыка! Опа! Міне нарығы зейді. Сенің мені балалар қайталап жатыр ғой, әдетші ал не істеп жатсың? Негіз бұрыннан осындай едім брат. Мына бүгін басқаша ма? Қалай біледі? Янский, қошыма! Меніңше, Сәке, қараңызшы. Мынаны шапалақпен шеше алмайсыз. Әркімнің туысы әрқалай енді. Біреу сыртқа шықты, ішке кірді. Енді бұны шешетін ортада мен бағанадан бері байқап тұрмын, бейкөкек бар. Ақиқатын айтатын, төрелігін айтатын, осы сәтті күттіңіз ғой ағай. Бейкөкек, ақиқатын айтыңыз, төрелігін айтыңыз, қай топ нашар биледі? Туысқандардан бәлжімен біледі. Бейкөкек ол емес негізі. Мына, сарапшы көрді. Бейкөкек Нұрболат қайда? Нұрболат. Бейкөкек билеші. Мен таза таптым, бейкөкек таптым. Міне, бейкөкек, міне, братан кел. Соткаға түсірді, бұл екен. Қай топтың биі ұнамады? Қай топтың биі ұнамады? Екеуі бірінші орын гран-при екінші. Ой, сарапшы көрді. Осы сәт. Сәт. Біз сіздермен қоштасамыз онда. Черный топқа бір қошемет құрмет соқпай. Итак, бізде полуфинал. Макс Братан, Аманат және де Бөлелер. Ортамызда Оппа Ганга Стайл. Макс Братан, сіз бастайсыз. Камера дұрыстас. Айгүл Фаттамыз. Gangnam Style. 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자
шапалақ ұмытпайтын сияқтысың ше. Бүйтейік. Енді мен қазір шапалақты ұртудың қажеті жоқ ше. Енді мықты деп айту керек қой, дұрыс па? Әділ болсын бұл енді Тоқаевтың сайлауы емес қой, бюллетенді жіберетін. Біз бас жүлдені Макс Батанға берсек бола ма? Бірақ та реванш индийский би болсын деген сұраныс түсіп жатыр. Сондықтан до конца. Билетеміз ба? Билет жіберейік. Осы үш жұпқа билетейік. Үш жұпқа, иә? Ендеше кеттік басынан бір шоу жасайық. Бірінші бөледі жаңа соңғы билеті. Бөлілерден бастайшы. Кеш, шаршамашы. Кет, бөлесіп жоғары қарай шешіп бір шоу көрсетші бір кәдімгідей. Міне, ортамызда жас анамды кетті. Мынау Али мұғалім сияқты туретсіз сен алайшы. Кет, бөлілер дайынбыз ба? Ендеше нағыз үнді бие шырмаяшы. Опа! Шоқындырып атсымен естеп атсын, судың бәрін сүйіп. Басқа үйде тапшы. Ал, сен жаман қорын есіп қой, е? Масқара. Опа, қандайсың. Орта қарашы. Міне, нағыз индийский полицейский. Макс, братан, ойбай жоғырға шықты. Әні, гита немесе крокодил жұтып қойған қыз жоғарыда. Ендеше кеттік. Жібек! Ойбай! Вот это вообще супер. Таратас малдайда. Ялский, нәрсеге беріле. Өз-өзіңе берген бол. Кет! Баясына болсын! Осы өлеңді басынан. Дәрі кетіп қалды деп бір ешіп жатады. Дәл өз басынан.
ғой. Екі басшы бандит. Нұрсұлтан мен Еркек. Және де бүгінгі біз актерство шейіттің шымшық сөйлері қасап сөйсін деді. Азеке, сіз өзіңіз кімнің импровизациясы мықты болды, соны хабарлаңыз. Енді сіз дегенмен де енді артық шеберіңіз бар ғой. Үш жұптың қайсысы бас жүлде? Гран-при, бауырым. Гран-при. Гран-при, Режиссер, Безумный Макс. Гран-приста, Безумный Макс, қошыны түрме! Екінші орын бөлілер. Бөлілерге қошемет түрме. Жақсы. Анау екі кім қайда? Екі мас қайда? Қайда? Подаркасы беріп қойды. Беріп қойды. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған қауым. Келген адамдарыңызға күн той құтты болсын. Енді біз менен исламды сыйламаңыздар. Мен тойды сыйлап келдім, сынап келмедім. Тойды ашу үшін сыйлап. Айтқа бермейсіздер. Әдемі, дұрыс. Әрине біздікі қалжың. Қошемет, құрмет. Міне осындай болсын. Сыйлық olan активный яркий. Гран-при. Жақсы. Рахмет. Енді тілектің сізге не беріп тұрса. Алыстағы ағайыннан жақындағы көршін артық деп айтқызбай-ақ өз сөзін ұғысқан, ынтымағы айырылмаған ырыстан, көршілер қауымы олар жақын туысқан. Туысқандай болған көршілер қауымы жерде Ерекеңнің мінекей үлкен сауапта мол тірліктермен атсалысып жүрген аманат қорын ортаға шақырайықшы кәнекей. Көршілер және де аманат қоры. Ақболжан Ғалымжанов бастаған. Және де Алаш қорының біздің представителі Бауыржан ағамызды қосып ортаға шақырамыз кәнекей. Жігіт жасы құтты болсын. Той тойға бассын. Көршілеріміз мұнда құтты болсын. Қысқа, әрі қысқа. Тағы да қыздар қауымынан бар ма? Қандай? Қосыластар ма? Бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін. Олар болса, мінекей оң жақта тұрған бірі кәсіпкер, бірі әкімдік бөлімі, түрлі саладан жиналған қайырымдылық істеп жүрген ағаларымыз ортаға келсе, Бауыржан аға, сізден бастайық. Бисмилля. Ассалаумағалейкум, құрметті бүгінгі тойға жиналған көпшілік қауым. Бүгінгі той баршаңызға құтты, қайырлы, берекелі және де жұғысты болсын. Мінекей еркебұлан бауырымыз 40 жасқа толып, алсын жақындатып, жақын бауырына басып, көңілімізді көтеріп, көк туымызды төбемізге желбіретіп, алдымызға тәтті асын қойып, осындай керемет би той өткізіп жатыр екен. Бүгінгі той ереке құтты болсын. Алла өміріңізге береке берсін. Енді Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтады, кім Аллаға ақырет күніне иман келтірсе, қонағына құрмет көрсетсін дейді. Кім Аллаға ақырет күніне иман келтірсе, жақсы сөз сөйлесін, немесе үндемесін дейді. Бүгінгі тойда айтылып жатқан өте бір керемет жақсы тілектер періште құлағына шалынсын, Алланың алдына жетіп, иншалла қабыл болсын. Енді той деген керемет нәрсе ғой. Тойды тойған адам жасамайды, тойды көрген адам жасайды. Ерекеңнің бұл өмірде көргені өте көп, ілгерінде көп, жаста болса талай нәрсені игеріп қойған. Осы Сарысудың бағынан айтып жатыр, белсенді азаматы деп жатыр. Біз білетін ерекеңнің дінге байланған, тамыры тақуалыққа байланған, қазығы қазақылыққа қағылған азаматтың бірі. Біз солай танимыз. Әрқашан алар асуыңыз, шығар биігіңіз, көрер қызығыңыз таусылмас ереке, отбасыңыз бақ береке орнай берсін. Алла тіл көзден сақтасын. Осы Сарысудың жыртығын жамап, сынған бүтіндеу іскеп жүрген, жылаған көзін сүртетін қолы болып жүрген, осы жерде Сарысудың бүкіл қиындықтарын осы ел басына, ел азаматтарына жетіп жүрген азаматтың бірі. Бағы орнай берсін. Енді шәкәрім Құдайберді айтады, әуелі адам болсаң өзіңді біл, адамға айтатын сөзіңді біл. Әр жаста әртүрлі ісің бар, қай жаста
не істейтін ісіңді білмейді. Ерекең 40 жаста келсе де талай нәрсені тындырды. Аллаға шүкіршілік. 40 жастан кейін де талай нәрсені тындырады деген сенімдеміз. Бүгінгі біздің осы тойдағы ең негізгі нәрсе ол біздің тілегіміз. Ол біздің өміріміз ұзартатын нәрсе біздің ақшамыз емес, байлығымыз емес, атағымыз емес, болмаса басқа да нәрсе емес, ол біздің дұға тілектеріміз. Соның үшін бүгінгі айтылған дұға тілектері қабыл болсын, Ерекеңнің отбасында береке орнай берсін, әрқашан көрем қызығы көп болсын, 40 жас құтты болсын Ереке. Жасыңыз Алла Тағала отбасыңа, шешеңе ұзақ өмір берсін. Алла Тағала екі күннің уақытын берсін. Артынан өсіп келе жатқан қыз-қыздардың қызықшылығын көре беріңдер. Құдай тек Аллаға дейді ғой, бәрі куә, біледі өзіңді иншалла осы жаңа тасымыздың бір жерін көтеріп жүрген жігіттің бірісін. Алла Тағала осы шаршатпас ешқашан. 40 жасқа келген де бар, келмеген де бар. Аллах может бәрімізді осы ары қарай өмір сүрсін, халқына қызмет етсін, өзіме құлшылық етсін деп өмір жазу ұзағында бере берсін иншалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 40 жасында пайғамбар болған екен. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетімен иншалла жүремін. Бәрекелді. Әбеке түйіндеп беріңіз соны, біз қосылайық жастар. Ереке жүрген жерін береке дейді. Ереке болғанда өттерін жарты деп, бұл халықтың жанашыры, 40 жас құтты болсын Ереке. Өзім Ереке болғанда депутат болуға лайықты азамат болмайды. Депутат болғанда біраз жерге барады деп. Не деймін оны? 40 жас құтты болсын, ауырмайық, бақытты болыңдар, бірге қартайыңдар, бала шағаңыздың көріңдер, әке шешең аман болсын. Бүгінгі тойға ырза болып тұрып, өте әдемі болып отыр той, халал түрде, кішкентай болған тілек дұғалардың бәрі қабыл болып отыр деп ойлаймын. Халқына қызмет ету үшін мандат керек емес бауырым, иншалла. Жақсы, енді аға буын сөйледі, әне буын түйіндеп берсін. Әділбек ортаға кел. Бисмилла. Ассалаумағалейкум. Ер 40-ында қамалы бар дейді ғой. 40-тың қырында, өмірдің шыңында дейді ғой, осы Ереке. Қанымыздан туғандай болмасаңыз да, жанымызда туғандай бол деген азаматсыз. Біз сізді ақылыңызбен, жүрегімізбен бағалаймыз. Әрқашан отбасыңызға амандық тілейміз. Өміріңіздегі бүкіл жақсылықтың барлығын сізге тілейміз жалпы өмірде. Отбасыңыз аман болсын. Әрқашан алға қойған мақсаттарыңызға жете беріңіз. Кішігірім сыйлық бар енді. Хабарлап кетейік кішігірім сыйлығымыз да. Умраға қажылық. Қажылыққа билет. Көзімізден аққан жасы қуанышын жасырып біліңіздер. Туғандай болмаса да өзіміздің қасымызда жүрген туған ағамдай, менің екінші ағам бар осы жерде отыр, туған ағам. Екеуін бөліп жармай, Алтынбек ағамды ортаға шақырсам. Тұғылғышы бет ортамызда. Ағалар. Құрметті ағаларың биік болсын әрдайым бағалар. Сыйласын ағаларды, бала түгіл ағаларың деп, қос ағасына, умраға жолдама сыйлап жатқан Әділбек бауырымыз. Бөліп жармай. Бәрекелді.
Бірінші Меккеге барасың, сосын Жанат Құрбанға барасың, брат. Еркебұлан ортаға. Сәл бәріміз ортаға тұрайық та ағалар. Әдемі сурет болсын да сахнаға. Мирас ортамызда. Тағы бір сурет. Ортамызда шоқ би. Маэстро музыка.
қыз келіншектермен ойын болсын да. Байқап тұрғандарыңыздар өте оңай ойын, яғни тапсырма деген ойын бар. 5-6 қыз шықсын да, арнайы тапсырмамен подаркасын алып келсе рұқсатымыз бар. Жігіттер шықса да болады. Давай, шықпаған көршілерден нөл давай. Көрші қатарынан келіп отырса. Қамыржайықпен шығас подарка алып кетеді. Шыға берсеңізші, өзіміз болған екен шығарып отырсыз. Жас кезінде. Қыздар, келсеңізші, сіз маған әлем тілек айттыңыз ғой ортаға. Шығас подарка алып кетесіз, пожалуйста. Молодец, сестренка. Молодец. Өзіңіздің жасыңыздар, жайбатыңыздар. Тағы да бар ма желающийлар? Қайсысы? Сіз маған шыққан жоқсыз? Кім? Шықпаса не істейді, да, мен хорошо. Тыңдыш. Давай. Өзіңіз желающийлар, иә? Так. Жаңына шығасыңдар. Подарканы алып келіп. Жеге келді. Ой, жеңгесі бар дейді. Как келді? Oldu. 85 жылдарынан бірisi шықсын кәдеге. Организация за одного. Қыздарда кім шығар? Ел бошыраған. Қыздарда кім бар? Кім бар? Бар ма? Желающийлар? Шақсыздар бағана сізді. Олар бар ма? Олар канапратан ренжімей ма? Канапратан қайта жіберсеңіздер бар. Жақсы. Кім інім? Рамазанның баласы? Мамаң қасына баш қайтып берді. Жақсы. Стоп. Мысалы көріп тұрғандарыңдай назарларыңызда экран. Иә? Не ой жүрді тұр. Музыка хабарлы болайын. К деген әріптен басталатын бір зат алып келесіздер, иә? Жоқ, қазір емес, бұл прогон просто, иә? К деген әріп шығады, мен өзім хабарлаймын. Тойхананың ішінде К-дан келетін қандай зат бар келсеңізші, иә? Компит бар, каплук бар, сондай алып келу керексіздер, бұл просто репетиция. Дайынсыздар ма? Қазір қандай жазу шығады, ол может батысқан, может сақалы бар адамды алып кел десе, сақалы бар адамды алып келесіздер, сондай ғой, иә? Дайыныз бар, тапсырма. Назарларыңызда келесі тапсырма. Официантқа чаевые беру. Официант қыздарда чаевые беретіндер бар ма? Официанттар ортаға келіңдерші. Мендер официанттарға чаевые беру. Официанттарға чаевые беру. Ортаға шығып кетейік кәдеге. Бар ма? Чаевые қане бересіздер? Чаевые беру. Молодец, официантқа чаевые беру. 2000 теңге кетті. Бәрекелді міне, фарт болады. Кел қызым, любойына болса болады. Мә, официантқа банан беріп жібердің ба, не ағылдың бәрекелді. Молодец, жеңге, аманат қора. Бәрекелді. Сіз? Кәні, 1000 теңге жақсы. Ыстықы? Фарты бағасы ол дейді, рахмет. Официант қыздарымыздар енді шыққан сізге тартаған кісі бар ғой жаңағы тиінім, иә. Бұл кісілерді үлкен қызмет беріп жүр. Рахмет қыздар, жайғасыңыздар официанттар. Рахмет бәрекелді. Тамаша, жақсы. Міне. Рахмет. Үлкен сауаптан бастадық. Бұл қыздардан қызмет етіп жүр. Зато құралаған емес, қуанып қайтады. О, ерекет тойында теңге емес тұрып қайтыпты. Міне бір күндің ақшасын беріп бастады. Жақсы. Дайынбыз ба? Олай болса келесі тапсырма. Каспийдегі аресі жоқ адаммен фотоға түсу. Болмаса соғысына келу. Кімнің соғысына арес? Соғысына келсін. Кімнің соғысына арес бар? Арес бар, соғы керек. Қазақстанда шоу ареске түскен адамдар бар. Жоқ болса іздеңіз. 10 минут уақыт бар. Арес. Кімнің соғысына арес? Бәрекелді. Біреу бар, арес болу керек шотында. Бұл таза ойын болсын, ә? Кім? Бәрекелді, көрейік. Қолын айтып жіберіңдер. Арест бар адам. Сіз бар, бөлелер. Бәрекелді, тамаша. Мен ермей тексеріп отырмын мына жерде. Келсеңіз. Срок действия истек дейді, саналады ода. Сіз? Рахмет, кетейік. Адам таппадыңыз ба? Сол үшін біз сізге бір дуғыл қошаметін подарка беріп қоямыз, ренжімеңіз. Сізге, стоп. Сіз не айтып келесіз? Мына кісінің арест па шөткісі сонда? Мейлі, сенейгені, бірақ көрмей-ақ сеней берейікші, мейлі, мына кісінің шөт аресті. Келесі тапсырма, орта көрсетіп жіберіңіздер. Т әрпінен басылатын зада келу, мәйесіне болсын бұл Т. Тоқаш. Барма, болсай. Тарелка. Топ. Тарелка. Мәссаған. Кешіп берген
шығарамыз ба, Даке? Мен қалсын, ренжіп жатыр. Келесі тапсырма қараңыздар, маэстро, осы уақытты қараңыздар, қыздар. Дайынбыз ба? Үйінде ең болмағанда бір жылқысы бар адаммен ортаға алып келу. Кімнің үйінде жылқы бар? Сол адам ортаға келіңіздер. Кімнің үйінде жылқы бар? Ой, мақтар бәрі біледі. Жылқы кімнің үйінде бар? Кел атырма. Кел. Бәрекелді. Стоп! Сіз жылқы әкелесіз бе? Не әкелесіз? Мынау ағамның үйінде жылқысы бар, оны бәрі біледі. Әділетінде бір бірақтай бар, осы ішті айтса. Бесеуі бар дейді ма? Бөлі бар ма жылқы? Жылқы бар ма үйде? Ода жылқы сабыр жегісі. Аға, сен жылқы бар екен, бүгін сағат су біледі, бірақ сен сәл кешіп келдің. Сондықтан да біз елім амен қоштасамыз бар екен. Рахмет, жақсы. Жылқысы барларды көрдік. Байқаватпен кім екенін, байқағаларына барасың деген ақшалар бар екен. Келесі тапсырма. Кісі алтын адамды ортаға келу. Кімнің сізде алтын бар, сол ортаға келсін. Сізде алтыны бар ма? Ой, бәрекелді. Көршілер, неден өй? Тапқымасын. Кісі бар. Давай. Сізде алтыны бар. Бар ма? Алтын сізде адам бар ма? Суретке түсіп келатсың ба? Өзін әкіп келатсың ба? Сурет анық болсын бірақ. Болды. Апа, стоп, үлгермейсіз. Апа, сынау жұмыспен келгенше, еркін бұлан үйілуге толады ғой. Стоп, рахмет. Подаркасын бере салыңыздар. Стоп. Көрейікші. Адылбек деген сынақ кепті, алтынысы бар. Мына камераға сөзсеңіздер болады. Кім? Мына алтынысы бар. Кімді әкелдіңіз? Алтынысы бар, өзі және фотосымен кепті бәрекелді. Ана кісіге подаркасын бердіңіздер ма? Апам берді берген жақсы. Алтынысы бар қыздар отыра бердіңіздер. Алтына жағынан жүріңіздер. Бізде финал. Ой, төртеу. Так. Аманат қоры. Сіз кім өтіп отырсыз? Жеңгесі, көрші, бөлек. Келесі тапсырма. Қараймыз. Атын Қ әрпінен басталатын адамды ортаға алып келу. Атын Қдан келетін адам бар ма? Қ. Шығайықта, осылай. Сөйлеуге сөйлеп болмаса. Рахмет. Есіміңіз кім? Қанат. Қарақат. Қайрат. О, жеңге. Болмады. Қаспақова деген фамилия бізде саналмайды. Жеңге. Есім керек, фамилия саналмайды. Сіздің Қаспақова екеніңізді білеміз, бір атыңыз қыдан басталмайды ғой. Қанат, Қайрат, Қарақат. Бара беріңіздер. Соңғы тур үшеуіңіз қалдыңыздар, бас жүктеге дейсің. Келесі. Соткыларыңызды аласыздар да 7 номері бар санмен машинаға түсу. 7 деген номері бар машинамен суретке кім бірінші түсіп келеді. Осы номер 7 болу керек. Үшеуінің қайсысы 7 деген номер бар машинамен суретке түсу деген. Далаға шығарып жібердік па? Күтейік. Бөле, жеңге және де көршілер кім бірінші келеді? Бірінші келген адамға сертификат. Мы в ожидании. Санат. Ортамызға бірінші келген. Сарқылы. Стоп. Көрейік. Операторлар келесіздер ма? Камера. 973 едім дейді, бірақ түспеді. Нұргүл бар ма? Ермей көрсетіп жатырмыз камераға. Камера. Номері 783 7 деген саны бар. Toyota Camry. Нұргүл, сізге Қайрат екеуіңіз массажға барып жүрмеңіз. Женский массаж Қайратты кіргізбей, және де бірінші орын құтты болсын. Бас жүлде көршілер. Сағатымызға қарасақ, тас 12 болды. Міне, шын сыйлайтын қонақтар деп осыны айтамыз.
Өзімізге бір қошемет соқпайық шағайын. Ай, мұңалғыз. Ендігі кезекте, мына бүгінгі күннің иесі. Болатын ағамыз, Ереке қайда? Ерекені жанұясымен, әдемі сый құрметпен, әдемі шапалақпен қарсылайық. Ереке! Келіңіз. Артур жеңге. Ағай, мына Ереке ағамның өмірі мәнді болсын деген ниетте, сәнді болсын деген ниетте, дәмді тортымыз бар ағайын. Қарсылайық. Қошемет соғайық. Опа! О, бақыт құмыры сөнбесі. Махаббат махаббатпен жаратылғанымызды сен де сүйген арнайы Ақтұр жеңгеміздің өз қолымен жасалған трехэтажный торт. Байқаған шығарсыздар, мына столға келгеннен тудың басы көк міне. Тортымыз да туға ұқсас міне, керемет. Ту туралы айтып кетсең арқырай. Әрине қалжың, міне керемет. Енді бұл да бір традиция болып жатыр, салт айналып жатыр. Мына ас үйдің егесі бір тілігін кессе дейміз. Кішкене, жай, кішкене. Ас үйдің егесі Ерке пышақты алып, мен көкіне да десе. Ал, Ақтұр жеңгем бір тілігін кесіп алса, міне керемет. Бұл да бір тарихи сәт ағайын. Қошемет таямайық. Бүгінде ұлы көкпар бермесе де игі жақсылардың басын қосқан. Міне, Ерекеңнің сүйіп қосылған жары бір тілігін кесіп алды. Міне керемет. Ендігі кезекте мына қызықты байқайық. Енді мына аналарымыз орнынан тұрыққа біргенше еді. Қысқа қайрай, осында міне отағасы деп, бала-шағаларының әкесі деп, табыс табушым деп. Кім? Ақтұр жеңге, сіз келесіз ғой. Керемет тұр. Олай жасаңызшы. Сен менің мәңгілік сүйген жарымсың деп бір атап тұрып бере аласыз ба? Кеттік. Ойбай, ұлпама. Қошеметке отырайық. Ал, бір тілегімізді қояйықшы. Қошемет таямайық. Сен менің мәңгілік сүйген жарымсың. Шіркін, міне керемет. Енді, міне, еркек деген түсте жүреді, бірақ енді барлық ауыртпашылық анада ғой. Бірақ десе де міне, бүгінгі күннің иесі, батырлардың бірі, өзінде ірі, сөзінде ірі, еттілердің бірі, Ереке. Міне, енді сіздің жан-жарыңыз, балаларыңызды көтерді. Мәпелеп аялап тәрбиелеп келе жатыр. Мінезіңізді көтерді. Неге сіз Ақтұр жеңгемді бір минутқа көтерілмеске деп қоямын? Бола ма? Көтер аламын. Ел аврат десек, әрине қалжың, от анасы деп тұрып, сен де менің мәңгілік сүйген жарымсың деп бір тілігін беріп қойыңызшы Ереке. Махаббатпен, шын ниетпен. Сен менің ақыретке дейінгі жарымсың. Не дейді? Ереке, бір сұрақ қойыңызшы, қызықты сұрақ. Жалпы Ақтұр жеңгемді қалай еркелетеміз? Анке деп. Айке? Ой, Айке дейді. Айкеден сұрайық. Екош демейтін шығарсыз. Бірдей белсенді ғой. Ерекеңді қалай еркелетеді екен? Ақпатшам деп. Не дейді айналайын? Өлтіреді, осы топтың кезінде өлтіріп байқайсыздар ма? Ақпатшам, арқа сүйерім, отағасы міне күнде айтып жүріңіздер осындай. Шынымен ба? Ақпатшам дейді екен, қошемет құрмет ағайын. Енді осы кісілердің көңілін аулайық енді. Бағанадан бері сіздердің көңіл беріңізді ауладық, бірақ бүгінде осы кісілер сіздердің бастарыңызды қосып жатыр. Ереке, Ақтұр жеңгемнің 3 жақсы қасиетін айта аламыз ба? Ішпейді десең. Адал жар, құрметті ана, және де қазір елге қызмет ететін өзі медицина маманы, сол жасөспірімдердің мердігері медицина саласында сол үшке
Міне, үш ақыл қасиеті дейді. Тілек айтып өтті ма, бірдеңе болып кетті ғой. Аңғыр жеңге, ерекеңнің үш жаман қасиетін айтыңызшы. Ойын айтайын деп отыр ғой. Жақсы қасиеті, үш жақсы қасиеті. Оның жаман қасиеті мен үшін жақсы қасиеті. Бағанадан өткізіп айтып жатыр ғой. Мейірімді, жүрегі кең, бірінші орында жүрегі кең. Бәрін өзінен көреді. Адал дейді, қамқор әке дейді, қошемет бар ма ағайын? Міне, ереке, сіз бақыттысыз. Себебі міне қараңыздаршы, қазір енді қазақта той көп, кім тойға не әкелді дейтін заманда емес ағайын, тойға кім келді дейтін заман. Міне, соңына дейін шығып, сіз үшін тұрған біздің алтын уақытын бөліп келген қонақтар мың алғыс. Ол ерекеңнің сый деп білем. Әйтпесе мысалы, бір салатыңызды салафанға салып алып кетіп қалсаңыз болады ғой мысалы, иә? Алайын деп отыр нәтиже. Болады ғой сондай, бірақ до конца міне шыдап ерекең үшін міне до конца отырады. Аман болсын сыйлы қонақтар. Және де осындай керемет біздің үлгі болатындай жанұяға туған ағай бір қошемет болсын ағай. Рахмет. Ал, келесі кезекте. Мирас бола салсын, е? Ал, бұл кілем, кеттік. Лотерея, ешкім сыртқа шығып кетпесін. Кеттік, ал. Кілем. Шіркет. Новый кілем. Ал, өзің аташ. Мирас ұлы, менімен атнас. Мұрагер есімді. Кеттік. 75 бар ма? 75! Қошемет құрмет маэстро музыка жібер. Аңға шыққандай шыға салдым бұда да. 75 десем. Не болды да? Бір көңіл күй көтеріп қойшы әкемді. Маэстро музыка жібер шығады. Ниетіңіз қабыл болсын әке. 75 міне арнайы кілем, той иелерінің атынан кілемші бер қой. Опа, көтер бабашка. Қошемет құрмет. Памяты бір терабайт деген түсінеміз ба әкелер кім? Тәді, әңгіме тоқтатыңшы тәді. Мен сіз жаман байқап отырмын. Тоқтатыңшы әңгіме. Бір терабайт памяты. Бәр кино түсіруге болады. Қараңыздаршы, 16 Pro. Дайынбыз ба? Бұны енді қолы жеңіл, аяғы ауыр ағамыз кеттік мына жақтан енді бір үлкен кісі емес, кеңші мұрт барған ше, осыдан қорқат міне, осы кінәлі бола салады, кеңші бір адам. Қошемет құрмет ағайын, оқ міне, саған бапшысызшы. Жәнім аға, бірінші 7 рет айналдырайықшы мынау. Тарихи сәт мынау 16 Pro, нағыз қазір заманауи тұрғыда керекті бұйым. Ал, көзіңіз жұмыңыздағы. Оқ, 174 тиді. Қазір кеңшіға қатқан айғайлап айтыңызшы. 174. 174 маэстро музыка! Кім, сен Samsung алып қалай шықтың ойналай? Қайтар басқа? Науын кәдімде, мен сүйін басына шықса шықты. iPhone бұл? Өй, сіз қанша? Бәсе, ручкімен алып. Мұна тәтен аушы. Тәтен, сайлауға жібермем мен. Сізге бағана айттық қой, ручкімен қабылдаған. Тәтен, кет басына шығайық. Маэстро музыка! Макстың ауырып шығып кетті ау деймін айналайын. Жаман, жұған екен жаман. Ау, ерке, әдеміз. Болды ма? Мәссаған. Ау, жоқ, қоспай қойып қазір. Мына керемет негізі осы iPhone 16-ны жеңем деп ойладыңыз ба? Ой, баяғыда көріп білдіріпсі, ойладым деп. Жалпы есіміңіз кім? Жансая. Жансая ханым. Той иесі кім болып келдіңіз? Еркебұлан ағамның қарындасы. Қарындасы Еркебұлан ағамды біледі, өздеріне кетіп қалды енді. Битна десек. Әрине қалжың. Қошемет деп құрмет деп қояйық. iPhone
сөйтіп халықты ұстап отыру керек болды да. Керемет. Ал, баршаңызға мың алғыс. Жалпылама осылайдан тойдың аяғына дейін отырған. Ендігі кезекте әдемі тілекті түйіндейтін. Бағана дейін атап өттік. Біздің ерекең жан-жағын тасымен емес, досымен қоршаған көк аға кетсіз. Қайға кетсіз? Бұнға енді себеп деген қолыма перевязка деп жатыр. Қалғанымыз шықпайық. Ендеше ерекеңді атап өттік бағана. Жан-жағын тасымен емес, досымен қоршаған. Әрдайым осы ерекеңді қолдайтын, жамандыққа қимайтын, досты дос деп адалынан сыйлайтын барша достар. Яғни Алматы, Шымкент, Тараз, Луговой, Жанатас, барша достар қауымы. Атынан түсінбейміз. Барша достар, билеп беріші. Ассалаумағалейкум. Тойға жиналған қауым, бауырымыздың туған құтты болсын. Алла ғұмырыңды ұзағына берсін. Сізге береке берсін, отбасы аман болсын. Әрдайым ортамызда жарқырап жүрген бауырым, қуанышта ортақ той құтты болсын. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Ал ерке olan бауырыма қыз жасы мерейтой құтты болсын. Алла тағала өміріңе береке берсін. Міне кімде-кім варза әлемінде кімде-кім ләббайк Аллахым айтқан болса, рухы сол міндетті түрде Меккеге барады дейді. Алхамдулилля, сіздің де рухыңыз соны айтқан екен. Қасиетті Кабаға барып дұға етуді нәсіп етсін. Алла қанша ғұмыр берсе де 2 күн уақытын беріп, соңындағыңыз кәлиматын кетті иншалла. Аразан келген үшін. Ассалаумағалейкум. Құтты болсын. Досым, туғаныңмен Алла береке берсін отбасына. Денсаулық болсын, анаң, әке-шешең аман болсын. Қасыңнан табыламыз әрқашан. Жалғастырайық, ағалар, міне, жантасы келеді. Ассалаумағалейкум. Бауырымыздың тойында түйген адамдар не дейді? Бақ береке отбасына. Ақырын екеуіңді жасырмайтайын деп, бауыр ағаларын ойлап қойып жетеміз. Ассалаумағалейкум. Ерке бауыр, бүгінгі болсын, денсаулық мықты болсын. Тек қана отбасына, тек қана қызығушылық тілеймін. Әрқашанда арамызда өстіп күліп ойнап жүре бер. 100 жаса бауыр. Тек қана әрқашанда үйіне қызығушылыққа керек бауыр. Той болмасын. Бәрілеріміз үйімізге тек қана осындай қызығушылық тілеймін. Аман есен тойда кездесіп жүре берейік. Бәрекелді, міне, сенің тойына барайық деп жатыр. Ендігі кезекте шашымарда сөйледі, шаш жоқтар. Дайнаса жалғастырасыз. Міне, әдемі. Негізі шашырықтармен ойнай болғанша өзі қатты көрген кезінде шашы жоқ досыма біз қасында жүрдік. Ал енді ереке бүгінгі туған құтты болсын болған жасында. Әрқашанда сол арамызда ойнап күліп жүре бер. Елдің қамын ойлап жүрген жігіттің бірісің ғой. Әрқашанда осындай елдің ұлы болып, осындай достарың көп болсын. Сыйлы екеніңді осы достарынан достарың келсең анау Алматыдан, Қазақстан жан-жағынан деп отыр ғой. Мен өз атымнан мен спортшыға жақын болған екен, мен әр достарым осындай бір тойда бір форма футболдың атынан подарок етіп жүрген, соны ұсынайын. Төп шіркін, міне, арнайы, өзі футболист жігіт. Міне, атына не жазып бар ма? 85, ешкім келмес деген сияқты бар. Бәрекелді.
осы жерде тағы да алдында Асқар бауырдың тойына мен үлгере алмай қойдым. Сол Асқар бауырдың өзі келген еді, келіншегіне тапсыра салайыншы, тура осындай пара. Сен шол дейді. Сондай дайын. О, секс емес міне. Ал, жұбайына тапсырып қойыңыз. Жалғастырайық, братан. Ассалаумағалейкум, жамағат. Ал ереке болып, Аллахның қалауымен бүгінгі жеткен туғаным болсын. Аллах халыққа евіне бақыт етті. Отбасымен бақытты болған. Алла қаласа, Аллах насip et. Жаста жолына. Дұрыс бауыр. Ал ереке бауырым, 40 жас деген ер азаматтың толысқан, тұлғалықтың биігіне шыққан кезі ғой. Бұл жаста ер азаматтың сөзі салмақты, ісі берекелі, беделі биік болады ғой. Сен енді өз отбасының тірегі, ағайындардың сүйеніші, өз ортаның абыройлы жігітісің ғой. Абыройың арта берсін, атың асқақтай берсін. Аллах денсаулық, отбасыңа амандық, қалған өміріңе тек жақсылықтар нәсіп етсін. Бірлік пен береке үйіңнен кетпей, құрметпен, қуаныш үстіңнен түспей, жасың ұзақ, жолың ашық болсын бауырым. Мынау енді 40 жасың құтты болсын. Сен енді бұрынғыдай жігіт ағасы емес, қазір енді жігіттің нағыз төресі болдың ғой. Баяғыда бір-бірімізге сен әлі жассың деп сөйлейтін ек қой. Сен енді қазір тәжірибеленген деген жасқа жеттің. Аллах берекесін берсін. Енді 40 жасқа келіп, бала шағақты қалтаңда ойлайтын уақыт келді, бірақ сол қалтамызды ойлаймыз деп ағайындардың, бауырлардың көңілін ұмытып кетпек ең бастысы. Аллах берекесін берсін. 40 жас деген шының сабын қысқа ұмыр. 40 жас деген қамшының сабындай өмірдің жартысы ғой. Сен сол Аллахтың қалауымен жартысын, Аллахтың қалауымен абыроймен өткіздің. Енді қалған жартысын жолда берекелі болсын. Тура осылай жымиып жүзге шейін жүрейік. Тойдықтың ол. Аллах берекесін берсін бауырым. Керемет міне. Тыныштық, бақыт, береке жүздерін өтпесін. Әрдайым қастарында біреу жүріп. Береке міне. Міне ағамның дауысы өзінен шыға сөйлеген. Әдемі. Жалғастыратындар бар маңыз. Енді сен жібердің әңгімесі. Ем деп бәрін. Бауырым, бір дос болдық, енді бажау болдық. Алла тағала өз басын біріктіріп аман болыңдар. 40 жас деген жақсы жас екен. Аман болыңдар. Мына екен тек қана аман есен бала шағалар қызықтарын көріп жүре беріңдер. Аман болыңдар, әке-шешең аман болсын, бауырларың аман болсын. Сен қуанышыңа ортақпыз ғой. Мына енді Алматыдан, Шымкенттен, сол неден бәрін енді Сорбұлақтан да бауырымыз келді. Сорбұлақтан? Сорбұлақтан деген жаман кетті. Жаңа тастан да Сорбұлақтан. Кеттік, жалғастырайық. Ал, еркебұл бауырым, құрметті жамағат, ассалаумағалейкум. Бүгін келіп жеткен 40 жасың қайырлы болсын. Екіншіден бақытын біліп, мына қасына жұбайың кезінде мен алып беремін. Сен білсең, бақытты болсын. Ең бастысы. Ауыз бірші кетпесін, еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын. Алға қастан, ассалаумағалейкум. Керемет. Ерекең өлтірді ғой, мен есі ташып тұрған деген сияқты болып қояды. Кім жалғастырады? Мына сақал бұрған сіз сөйлеңізші. Жылатады зиятсыз бұрған. Кел. Ассалаумағалейкум. Еркебұл бауырым, болсын. 40 жасың құтты болсын. Еркебұл, досым деп айтуға қараптай досым бар. Әрқашан сені жақсы көреміз, аман бол. Сен жігіттің бірісің ғой, аман болсын жігіт. Керемет. Не деген үлгілі. Міне, 8 балының әкесін білеген жаттап отыр. Кеттік, жалғастырайық. Кімдер бар? Сөйлемеген жандар бар ма? Кеттік братан. Осындай әрбір тойда артта тұратын жігіттер міне. Арнайы бүгінде Ерекеңге бір шумақ әнімен. Ондай жоқ. Барамыз енді. Еркебұл досым.
осыны 40 жасқа келіп, осы күнге жеткендер де бар, жетпеген де бар, қанша досымыз болған. Бірге 2003-тен бері доспыз екенбіз, Алматыда ең бірінші рет танысқаннан бері. Алматыда бұзылып кетті ғой осы. Жоқ. Кең жүректі, адал дос болған, соны білем. Аллахтың өзі көріп тұр оны. Адалдығыңыз. Аман бол, өмірлі шүбірлі бол, әлі үлкен тойларда жолғамыз деп ойлаймын. Отбасыңа тыныштық, амандық, берекесін берсін. Алла қаласа, умраны аман есен барып келуіңді жеңілдігін берсін. Отбасыңа берсін. Аумин. Керемет міне. Дұрыс міне. Әдемі жүрек болды деп есептейміз. Енді жалпылама қызықты сәт мына енді қаншама халық тойды жүргізіп жүр ғой. Бірақ соның ішінде достардың ішінен әдемі біреу шығып қалады ғой. Бірақ мен осындай нәрсені байқамадым. Міне керемет нағыз шынайы тілеулес жандар деп. Енді әйелдер қауымынан біреу сөйлесін енді. Әйелдер қауымынан кім қатты ұрысқан сол сөйлесін. Ойнап айтып отыр. Жылы тілегін білдіреді. Әйелдер қауымынан. Бар ма? Қозғастырып тәу шіркін міне. Не деген керемет. Дұрып жүр енді былай жасайық. Қазір енді тойдан тобықтай той бастарымыз бар. Сіздерді дастархан басын жайғастырайық. Өздеріңіздің тойларыңыз, той сіздерге қазір арнайы би болады сіздерге. Біздің той иелерінің атынан ыстық лебіз рахметтерімізді айтып алайық. Содан кейін жаппай би болады. Сый-сияпат. Сурет. Ой, братан. Сен тіктокта көргенбесің. Кет қал. Бір естелікке суретке түспайық. Бүгінгі күн ертеңге тарих. Нағыз достар. Алматы, Шымкент, Тараз, Мулгавай, Достойный. Бәрі бар ішінде. Кет. Міне, супер. Соткаға сүрейік ма? Кет. Соткаға міне. Ойбай, бай екен, айтып бар екен. Кет. Ұлықтарды артық қылып алдым, арықтарды толық қылып алдым. В общем, бәрі красавчик, красавица. Тағы да бір қап кет. Керемет, дастархан басына жайғасыңыздар. Түрлеріңізге қарасам елемейсіздер. Дастархан басына жайғасып қойыңыздар. Той иелерінің ыстық лебіз рахметін тыңдайынға қарай. Ал, дүйім жұрт, бағанада енді сіздердің тілекке шапалақ ұрған. Достар қауымына бір шапалақ ұрпайықшы, міне керемет. Қаншама адам, міне. Алыстан қас етеді. Осындай шынайы достар аман болса, ағайын, керемет. Риза болдым. Мына бір-екі қадам аттан жерден қонақ шақырудың өзі қиын. Бірақ міне бүгін ерекең сыйлап Алматыдан, Шымкенттен, Тараздан, Луговойдан келіп жатыр. Не деген керемет. Енді ағайын, бүгінгі күннің куәсі болдық. Бүгінгі күннің иесінің атынан ыстық лебіз рахмет болса дейміз. Бүгін той иелеріне қошемет, құрмет болса дейміз. Қошемет, құрмет. Ыстық лебізді қазір айтатын боламыз. Оған дейін әдемі тойбастарымызды қарсалайық. Талай тілек айтылып, талай ойлап тасталды. Ендеше қарсалайық тойбастарына ағайын.
тойшыл қауым, мынау ұлан байтақ жеріміз, соның егесі осында отқан қазақ бауырларымыз, бәріңізге осы келіп, сыйлап келгендеріңізге Алла разы болсын. Жаман мен жақсылық бірге жүреді дейік, бірақ бізде жақсылық молда болсын. Туған туыс, бауырлар, аға, әпке, жеңгелер, достарым, бауырларым, көршілерім, бәріңе Алла разы болсын. Әр үйде осындай той болсын. Қазақтың тойы бітпесін ешқашанда. Біз мимен емес, жүрекпен араласу керекпіз. Жүрекке өйткені дүние кірмейді. Жүрекпен араласатын болсақ, біз жұдырықтай жолымыз. Неге десеңіздер, бес саусақтың атқаратын қызметі әртүрлі болғанымен жұмылса жұдырықтай болады. Сол себептен бауырлық, ағалық, інілік, әпкелік, жеңгелік бауырмашыл болайық. Бәрілерге Алла разы болсын. Не тілесең де өзгеге тіле дейді, тез қабыл болады дейді. Сол себептен сіздер маған тілеген тілектеріңіз Аллах тағалам 100% өздеріңізді қабыл етсін. Тек соны тілеймін. Тойға жиналған көпшілік сіздерге ең бірінші алғыс айтамын. Осы алыс деген жолды жан-жақтан жиналып жатқан барлық туған туысқан жора жолдастарға барлығына алғыс айтамын. Сіздерге де осындай той жұғысты болсын. Өмірдегі бар жақсылықты бүгінгі туған күні құтты болсын. Алла қаласа мынау өсіріп отырған 4 ханшайымың бар, бір батырың бар, Алланың берген. Солардың қызығын бірге бір жастықта қартайып, бірге денің сау болсын, ауырма ең бірінші. Алланың жағына. Ал біреу білер, біреу білмейді. Осында отырған әрбір азамат, азаматшаның осы тойға үлесі бар. Кішкентай болса да ше. Соның ішінде тойды басталады, тойды орнын, уақытын белгілегеннен кейін осында жиенім бар. Дагош деген жиенім бар. Сол 2 ай бұрын келіп, мираспен таныстырдым, саматпен таныстырдым. Осындай программа болады. Өздері ақылдасты, қалай істейміз, не істейміз деп. 2 ай бұрын өзі келді, 2 күнге. Міне, Алла разы болсын. Өзімнің бір сыйым бар, оны үйде берем. Тамадаларға да мирас, самат, екеуіне Алла разы болсын. Осындай күн той болады деп, қалған тойлардың бәрі тоқтатып та, мен тойыма кірісті. Бұларға да Алла разы болсын. Және де осы тойхананы күн белгілегеннен кейін осында айкәппен отырған жоққа бірақ естір. Осындағы қанша су кетеді, кола, су, бәрі мен артынан деп. Мен өзімнің артынан деп тойхана негіз айкәпкемен. Алла разы болсын. Одан бөлек айта берсең, достардың да көп істеген қасиеттері бар да, біреу айт дейді, біреу жасырын дейді. Сол себептен бәріңе Алла разы болсын. Осы тойға үлес қосқан азаматтардың бәріне рахмет. Едіреге, вообще шығындалған жоқ біздіңші. Деген құрмет. Ендігі мына қызық, бүгінгі той ерекше өтіп жатыр ғой байқаған жастар. Енді біз тойдың соңында камераға көрсетеміз. Кім салапанға қандай продукт алған? Кет. Ойнап айтып жатыр, ойнап. Жейтін нәрсені алыңдар, айналайын жейтін нәрсені. Әрине қалжың. Сіз айтарыңыз бар ма? Менде айтарым бар, осы жерде отырған Әділбек пен Жұлдыз сіңліме үлкен рахметімді айтамын. Және папасына тілегі бар, Ясмин.
керемет. Қалабаннан Нұржаусын шағын аға байсыз ғой бесіктің ойнап айтып отыр. Мына керемет. Ал ағайын, мына түйіндей тойдың да соны біз Ерекеңе шын алғысымызды білдіреміз. Себебі мына достарында байқап тұрмын ғой міне. Өте ортасына сыйлы жандардың бірі. Тәте сіз де айтасыз ба? Өрімін. Туған әкесі, тем более сөйлегіші. Тәте. Әрине, бәрін айтыңызшы. Кеттік. Бағана айтқан жоқ, мен туған әкесімін. Мына келген қонақтар қадамдарыңызға гүл бітсін, рахмет. Достарына, аға жеңгелерімізге рахмет. Осы тойға атсалысып келген нағашыларымызға, бөлелерімізге, көршілерге көп рахмет, достарына рахмет. Осында інімнің 40 жасына атсалысқандарыңызға рахмет. Інім мынау 40 жасы құтты болсын, дені сау, өмір зат болсын. Мынау ақылмен бір жаста қартайып, Алланың берген өмірін жасай берін. Аман бол, екі дүниенің бақытын тілеймін. Bir жаста қартайыңдар. Бала шағым қызы бірге көріңдер, аман болыңдар. Тек жақсы тілеймін сіздерге. Осы ата-анамыз аман болсын. Осы бізді бағып қаққан, осы күнге жеткізген ата-анамыз бақытты болсын. Сендерге бақыт тілеймін, аман болыңдар. Және Алматыдан келген бауырым бақыт. Алматыдан келген бауырым бақыт. Ал сен қалай көрінбей отырсың, қалай боймайсың бұны? Бұл енді менен кейінгі туған інім, мынау сіңілім Бақыт. Ассалаумағалейкум рахматуллахи баракатух. Бауырлар, бүгінгі інімнің 40 жасына келіп, қонақ болып, бауырыма Алла тағала денсаулық берсін бірінші. Ең бірінші байлық денсаулық қой, қалам бола береді. Келін екеуі бақытты болсын. Төрт қарындасым, інім бар. Осы бәрі жақсы қой. Қалам Алла тағала өзіне. Аман есен жаңа өміріңізде бар кезде, иншалла. Әке шешеміз бақытты болсын. Бұларға дендері сау болсын. Арамызда күліп ойнап жүре берсін. Сіздерге де сондай 40 жас Алла қаласа büyütsün. Toydan toya ulaşsın. Aman bolaydı. Қолыңыз барыңыздар. Қобалжып тұрсыз ба? Бәрі жақсы. Жақсы ма? Әпке, бір мен шынында туған анасыз ба екен? Не? Смес бергенсіздер ма? Мынаған естегіздер ма? Наңырыздар ма? Протакешті? Орнына тұш мына. Жүр, күресесің ба? Ойнамайды орнына. Жалғастырайық тілекті. Құрметті тойға жиналған қауым, таңдарыңызға гүл бітсін. Бүгін сыйлап, осы еркен туған күніне келіп жатсыздар. Алла разы болсын сіздерге. Біздің ерке тотайымыз, ерке кенжеміз, ерке ұланына бүгінгі келіп жеткен 40 жас мерейтойы құтты болсын. Дені сау болсын. Әрқашанда ортамызда күліп ойнап, кішкентай тәп-тәтті бала-шағаның қызығына тоймай жүре бер. Мәртебең биік болсын, бақытты бол. Ағыныр екеулерінің бір жастықта бастарын қартайсын. Әке-шешеміз аман болсын. Осы әке-шешеміздің арқасында биік белестерді бағындырамыз, Алла қаласа. Той қаласын, құрметті қауым. Еркеман, бәрі жақсылық тілеймін саған. Өмірде бақытты бол. Бауырымның келген жандарға қошемет құрмет бар ма? Супер! Ал, бауырлар, әдеміліктер тұр кейінді, ендігі кезікте, мұна ерігі
қайырлыған, тілі сайраған, Найман деген елінен, Жалатас деген жерінен. Негіз қымбаттамаған, жалпылама бүгін мен сіздерге қызмет еткен Асаба Мәкенбек болайыншы. Ереке, бәрін айттым, мақтайтынды мақтадым, жақтайтынды жақтадым. Ең бастаса, осы ордадан жаман адам таппадым деп бір қошыға соғып қояйық шаңайын. Және де менің сенімді серіктесім, жастар жанашыры, мачо, бойдақ, шашы түсіме түрі әдемі, MC Сёма! Армандар жетелейді тым алысқа, тәуелсіздік байрағы биік ұста, Құдай қаласа жолығайық, Ерекеңнің елуге толған қуанышта, тойымызды қорытындылап, бір үлкен әкеміздің бір батасын алайық, сонымен тәмамдеп ортаға биге шығайық. Қазақтың той қазынасы бітпесінде ортамызда асқарлы